Менің балаларым менің нәубетшілікте қалғанын қаламайды. Кім болса, мен мамасының үйінде болғанын, мамасының қасында бірге күтіп алғанын қалайды. Жібергісі келмейді. Неге сіз тұрасыз, басқа не врач жоқ па дегенде қылып. Мәселен, мен оларға түсіндіргім келеді. Тұрмасақ болмайды дежурствода. Мен мәселен үйде күтіп алмағанменен жұмыста кімдергедір пайдам тиіп, кімдергедір маслахатым, кімдергедір жәрдемім тисе, мінекей бұл жаңа жылды мінекей сауаппенен бастап жатырмыз. Кімгедір пайдамыз тиіп жатырыпты. Хамменің бала шағасы бар, хаммеде үйінде күтіп алғысы келеді, жылы жерде жора жолдасымен, семьясымен, шаңырағымен күтіп алғысы келеді. Бірақ дегенмен бәрібір бұл жерде де кімдір дежурствода тұру керек та, жәрдем көрсету керек сондай жаңа экстренный случайларда. Әлбетте, енді жаңа жылды сауаппен бастаймыз, бір жағынан жәрдем істеді. Шаңырақ ағзаларымыз 31 декабрьді күтіп алып жатыр, январды. Менің перзентлерім шығып айтыр: мама, сіз үйге келмейсіз бе? Мен бара алмаймын, бүгін мен шипакермен, нәубетші шипакермен деп оларға айтып жатырмын. Енді менің шаңырақ ағзаларым түсінеді, менің көбірек нәубетшілікте тұрамыз.